Арықтататын дәрілердің құрамы сізге сату мақсатында оның зияны жоқ, шөптен жасалған деп сізге түсіндіреді. Бірақ бұл дәрілердің құрамында 100% сибутрамин деген зат болады. Бұны медицинада аппетитті басу мақсатында қолданады. Яғни ол тікелей мидағы аштық орталығына әсер етіп, аштық сезімін болдырмайды. Енді бұл сибутраминнің организмге кері әсері қандай екеніне тоқталайық. Ең бірінші, ауыз қуысын құрғатады. Сондықтан сіз суды көп ішесіз, яғни сіз суға тойып алғандықтан тамаққа деген аппетитіңіз болмайды. Екіншіден, жүрек қағысы жиілейді. Егерде қан қысымыңыз жоғары болса, одан сайын жоғарылату қаупі жоғары. Үшіншіден, іш қату болады. Сондықтан сізде геморрой болатын болса, асқындырып жіберуі мүмкін. Төртіншіден, тершеңдік, ұйқысыздық, бас айналу және де бүйректің денсаулығы күрт нашарлай бастайды. Көбінесе адамдар ұйқысыздыққа шағымданатын болады. Арықтататын дәрілердің құрамына зияны жоқ деп аталатын өсімдік тектес ингредиенттер қосылады. Алайда көптеген арықтататын дәрілердің құрамында көкшай экстрактының әлемдегі ең қауіпті батқа жататын түрі анықталған. Сондықтан да біз дұрыс түсінуіміз керек. Арықтататын дәрінің құрамы негізінде СНГ-да зерттеу жасалмаған. Алайда ақш елінде жылына 6000-ға жуық адам осындай арықтататын дәрілердің токсикалық әсерінен ауруханаға түседі және де ең жиі өлімге алып келетін себептің бірі болып саналады. Бұл препараттар жүрек жеткіліксіздігі, жүректің кенеттен тоқтап қалуына, бауырдың токсикалық улануына алып келетін себептерінен адамдарды өте қиын жағдайларға түсіруде. Себебі бақыланбайтын мочегонный, яғни зәрді айдайтын эффектісі болады. Сондықтан да егерде сізде артық салмақ болса, білу керек. Артық салмақ жүйелі ауру, ол жерде психологиялық және де медициналық себептерден туындауы мүмкін. Осы себептермен біз жүйелі түрде жұмыс жасағанда ғана біз артық салмағымызды реттей аламыз. Денсаулыққа зиян келтірмей, біз арықтау жолын білуіміз керек. Артық салмақтан денсаулық формуласы арқылы ғана арыла аламыз. Ең бірінші, дұрыс ұйқы. Өйткені гормондардың барлығы дұрыс жұмыс жасауы керек. Екіншіден, дұрыс тамақтану. Үшінші, дәрумендер мен минералдар. Дұрыс тамақтану дегеніміз тек қана жасыл ішу емес, тойымды, ағзаға пайдалы, сонымен қатар салмақ тастауға көмектесетін меню мен тамақтануымыз керек.